Арман ПВ баспасы бойынша 5 сыныптың қазақ тілі пәнінен 4 бөлімнің 27 тақырыбы, 27 сабағы жан-жануарлар туралы ертегілер тақырыбына арналған тапсырмаларды дәл қазір сіздермен бірге орындайтын боламыз. Сабақты соңына дейін көріңіздер. Бірінші тапсырма мәтінді рөлге бөліп тақырып қойыңдар дейді. Енді мәтінді әр оқушы сыныпта өздерімен бірге топ болып бөліп диалог ретінде оқитын болар, рөлге бөліп, сахналап. Енді тақырыбын қояйық. Мен тақырыбын бөлінгенді бөрі жейді дедім. Енді осы мәтін бойынша мынадай сұрақтарға жауап берейік. Бірінші, өгіз неге өзінің туыстарынан артықпын деп санады? Өгіз өз күшіне сеніп, өзінің үлкен әрі мықты екенін ойлап, туыстарынан өзін артық санады. Ол өзінің физикалық күшін ең басты қасиет деп қабылдағандықтан басқа жануарлардан жоғары тұрмын деп ойлады. Өгіздің түйелерге де, жылқыларға да қосыла алмауының себебі неде? Өгіз тек өзінің күшіне сеніп, өзгелермен тең дәрежеде қарым-қатынас құрудың маңыздылығын түсінбеді. Ол өзін бөліп, басқалармен үйлесімді әрекет ете алмады. Сондықтан да басқа жануарлар оны қабылдамады. Үшінші сұрақ. Бөлінгенді бөрі жейді дегенді қалай түсінесің? Бұл мақалды адамның топтан бөлініп, жалғыз қалуының қауіпті екендігін білдіреді. Осы оқиға адамдарға сабақ бола ала ма? Иә, бұл оқиға адамдарға бірлік пен ынтымақтың маңыздылығын үйретеді. Топ болып әрекет ету қауіпсіздік пен жетістікке жетудің бір жолы екенін, ал өзімшілдік пен жеке даралықтың қауіпті болатынын көрсетеді. Екінші тапсырма жан-жануарлардың жылға таласуы ертегісін тыңдап, алған әсерлерімен бөлісіңдер. Жан-жануарлардың жылға таласуы ертегісі қазақ халық ертегілерінің бір түрі. Бұл ертегі жануарлардың бір-бірімен айтысып, қайсысы жылдың басы болатынын анықтау мақсатындағы таласуын баяндайды. Ертегіде әр жануардың өз ерекшелігі, қасиеті көрсетіледі. Сонымен қатар олар өзара жарыс ұйымдастырып, ең ақылдысы мен ептісі болып саналатын тышқан жылды бірінші болып бастайды. Бұл ертегіден бірнеше әсер алуға болады. Ақыл мен айла жағынан. Ертегідегі тышқанның жеңісі оның айласымен байланысты. Мұнда күштен гөрі ақыл мен тапқырлықтың маңызы жоғары екені көрсетіледі. Екінші, әр жануардың қасиетін. Әрбір жануардың өзіндік ерекшеліктерінен мінез-құлқы айқын көрсетілген. Мысалы, сиыр күштің символы болса, жылқы жылдамдықтың белгісі, ал қоян қорқақтықтың мысалы бола алады. Жарыс идеясы. Ертегіде жарыс пен бәсекелестік арқылы жеңіске жету идеясы бар. Бұл адамдардың да өмірдегі талпыныстарында әртүрлі әдістерді қолданып, жеңіске жетуге болатынын көрсетеді. Табиғатқа жақындық. Қазақ халқының жануарларды терең түсініп, оларды табиғаттың бөлігі ретінде қарағаны олардың қасиеттерін суреттегеннен көрінеді. Ертегі балаларға тапқырлықты, әділдікті, табиғатты сыйлау мен әртүрлілікті құрметтеуді үйретеді. Үшінші тапсырма берілген сөздерден сөйлемдер құру арқылы олардың омонимдік мағынасын анықтаңдар.
Төртінші тапсырма бас, бет, құлақ сөздерінің көп мағыналы сөздер екенін мысалдармен дәлелдеңдер. Бесінші тапсырма тыңдалым бөлімінде баяндалған ертегі желісі бойынша қойылатын спектакльге хабарландыру жазыңдар. Бұл енді бізде жан-жануарлардың жылға таласуы тақырыбында болады. Хабарландыру: құрметті көрермендер, сіздерді жан-жануарлардың жылға таласуы атты қызықты да мағыналы спектакльге шақырамыз. Бұл қойылымда жануарлардың өзара жарысы мен айламалы жыл басын анықтау жолында қызықты оқиғалар суреттеледі. Ертегінің тәрбиелік мәні зор, тапқырлық, ақыл мен батылдықтың құндылығын көрсететін көріністерден ерекше әсер аласыздар. Өтетін орны қалалық мәдениет сарайы, өтетін күні 28 қазан 2024 жыл, басталу уақыты 18:00-де. Баршаңызды отбасыңызбен келіп, қазақ халық ертегісінің әсем көрінісінен ләззат алуға шақырамыз. Тапқырлық пен ақылдың жеңісін бірге көрейік. Кіру тегін. 6-шы тапсырма амоним, синоним, антонимдерді пайдаланып, өздерің білетін хайуанаттар бағына жарнама жасаңдар. Хайуанаттар бағына шақырамыз. Қаламыздағы ең үлкен хайуанаттар бағында сіздерді ерекше әлем күтіп тұр. Мұнда жабайы аңдар мен үй жануарларының әр түрін көруге болады. Әлемдегі ең жылдам аңдардан бастап ең күшті жыртқыштарға дейінгі көптеген жануарлар бар. Аюдың алып басы, арыстанның өткір көзі, түлкінің айлакер құлағы, бәрі сізді қызықтырып, таңдандыра сөзсіз. Бақта кішкентай жануарларға арналған арнайы орындар, ыстық климаттағы жануарларға арнап жасалған жайлы мекендер, әлемнің ең бейбіт және ерекше жануарлары, қой мен қасқырды, ақ және қара түсті аңдарды, жас пен кәрі жануарларды бір мезгілде тамашалаңыз. Мекен жайымыз орталық саябақ, хайуанаттар бағы көшесі, 5-ші үй. Жұмыс уақыты 9:00-ден 18:00-ге дейін демалыссыз. Біздің хайуанаттар бағымызға келіп, табиғаттың түрлі кереметтерін көріп, ерекше әсер алыңыз.